Bonsoir. Француз тілін нөлден бастап үйрен атты курсымның екінші сабағына қош келдіңдер дегім келеді. Бүгін үйренетін нәрсеміз ол дауысты дыбыстар және француз тілінде кездесетін екпіндер. Яғни француз тілінде білу керек 6 ғана дауысты дыбыс бар. Ол дауысты дыбыстар мына дыбыстар. Яғни бізде а, ү, и, о, ü және и. Y деп айтылады, бірақ и деп оқылады. Осы дауысты дыбыстардың үстіне бізде француз тілінде 4 түрлі екпін қойылуы мүмкін. Екпін дегеніміз, яғни дауысты дыбыстардың үстіне қойылатын осындай белгілер. Сөздерді үйренген кезде, жазылуын үйренген кезде осы именно екпіндер қалай жазылатынын сонымен бірге үйренуіміз керек. Және айтылған кезде басқа дауысты дыбыстарда негізі өзгеріс жоқ. Бірақ мен осы бір ғана дауысты дыбысқа тоқталып өтемін, оның айтылуында өзгеріс болады. Ол мына дыбыс, бізде ү дыбысы. Ү дыбысының үстіне егер мына екпін қойылатын болса, онда ол кәдімгі біздің дыбысы, электричество дегендегі мысалы Ал егер екпін былайынан қойылатын болса, онда ол бізде дыбысы кәдімгі Мысалы мына сөз élève, élève, élève. Оқушы деген сөз. Келесі мысалы мына сөз amitié, amitié, amitié. Достық деген сөз. Егер оның үстіне осындай екі нүкте қойылатын болса, онда ол кәдімгі дыбысы. Noël, 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 Рождество деген сөз. Ал басқа дыбыстарда не үшін тоқталмаймыз, себебі олардың айтылуы да бірдей. Сол үшін де ол жақта тек қана именно сөздердің қалай жазылуын ғана білу керек. Сол үшін де басқа дауысты дыбысқа тоқталмаймын.